бүгінгі өтілетін тақырыбымыз нүктелердің геометриялық орны деген тақырып. Бұл бізде оқулықта 118-ші бетте. Біз осыған дейін білетін шеңберді қарастырайық. О шеңбер дегеннің өзі берілген бір нүктеден бірдей арақашықтықта жатқан барлық нүктелердің жиынын біз шеңбер деп атайтынбыз, бірдей арақашықтықта жатқан. Яғни бұл жерде әрбір нүктенің қасиеті не? Осы берілген нүктеге дейінгі арақашықтық бірдей, барлық нүктеде. Бұл бізде нүктелердің қасиеті. Осындай бір қасиет немесе бірнеше қасиетті қанағаттандыратын нүктелерден құралған фигураны біз нүктелердің геометриялық орны деп атайды екенбіз. Сонда бізде шеңбер жаңағы бірдей қашықтықта жатқан нүктелердің геометриялық орны болып табылады. Сонымен біз енді ары қарай бір кесіндінің орта перпендикуляр жайлы тоқталайық. Алдымен орта перпендикуляр дегеннің өзі не? Соған қарай. Бізде беріліп тұр АБ кесіндісі. Осы АБ кесіндісінің қақ ортасынан бір нүктені алайын. Осы кесіндіге перпендикуляр болатын және оның ортасына түсетін түзуді біз АБ кесіндісінің орта перпендикуляр деп атаймыз. Сонда бұл жерде С түзуіміз перпендикуляр болып тұр АБ кесіндісіне және мына нүктені мен бір О нүктесі деп алсам, АО тең ОБ-ға. Осы екі шартты қанағаттандыратын түзуді біз кесіндінің орта перпендикуляр деп атаймыз. Біз осыған дейін орта перпендикуляр білуге тиістіміз. Енді бізде бүгінгі тақырып бойынша осы орта перпендикуляр мынау АБ кесіндісінің ұштарына дейінгі бірдей қашықтықтағы барлық нүктелердің жиыны. Яғни, мына жерден бір нүкте алсам, осы нүкте мына АБ-ға дейінгі қашықтығы қанша болса, онда Б-ға дейінгі қашықтықта дәл солай болады. 3 болса 3, 4 болса 4 дегенсіз. Осы жерден мына екеуі тең болады дегенсіз. Тағы сол сияқты мына жерден тағы нүкте алайық. Осы нүкте Б-ға дейін қанша болса, А-ға дейінгі де сонша қашықтықта тұрады. Бұл жерде мына екі кесіндінің ұзындығы бір-біріне тең болады дегенсіз. Міне, орта перпендикуляр дегеннің өзі осындай көптеген нүктелер аламыз ғой. Кез келген мына жерде барлық нүктелерді алсақ, бұл кесіндінің екі басына дейінгі арақашықтықтар бірдей осы нүктеден. Сонда осындай кесіндінің екі басына дейінгі арақашықтықтар бірдей болатын нүктелердің жиыны жаңа орта перпендикулярды береді екен. Тағы да қандай осындай нүктелердің жиынын, онда бізде орта перпендикуляр дегеніміздің өзі геометриялық орны болып тұр нүктелердің. Тағы да қандай? Бізде білеміз, бұрыш. Кез келген бұрыш алсақ, сол бұрыштың қабырғаларынан бірдей қашықтықта жатқан нүктелерді қарастырайық. Мысалы, қабырғаларынан бірдей қашықтықта жататын нүктелерді алайық. Мына жер. Осылай алсақ, тағы да сол сияқты нүкте қабырғаға дейінгі қашықтық. Тағы да бір нүкте алайын. Осындай қабырғалар, бұрыштың екі қабырғаны өзі бұрыштың ішінде жатыр, және екі қабырғаға дейін бірдей арақашықтықтарда жататын нүктелерді біз бисектрисия деп атаймыз. Яғни мынау А, О, Б бұрышының О-да деген бисектрисиясы болады. Сонда бисектрисияның өзі қабырғаларына дейінгі арақашықтықтар бірдей нүктелердің геометриялық орны болып табылады екен. Бізде бисектрисияда геометриялық орны екен сонымен. Осындай қасиеттерге ие нүктелерден құралған фигураны геометриялық орын деп атайтын болдық қой. Онда бізде бисектрисияда геометриялық орын болады. Енді осыған байланысты бір есеп қарастырайық. Мысалы, А нүктесі және мына жақтан бір Б нүктесін алайық. Екі берілген нүктеге байланысты екеуінің осы екі нүктеден бірдей қашықтықта жатқан нүктелердің геометриялық орнын сал десе, онда біз алдымен осы екі нүктені өлшейміз. 30 екен. Дәл ортасын тауып аламыз.
тауып алғаннан кейін міне ондай болса екеуінің осы екі арақашықтық бірдей ғой, дәл ортасына алғандықтан мынаумен жердегі арақашықтық бірдей. Мына жер екі жер бірдей. Сондай тағы да келесі мына жерден нүкте алсақ, ол да екеуінің арақашықтықтары бірдей болады. Мына арақашықтықтар. Осындай екеуінің нүктелердің геометриялық орнын салайық. Онда осы екі нүктеден біз бір түзу жүргізе аламыз. Яғни осы түзуіміз А, Б нүктелерінен бірдей қашықтықта жатқан нүктелердің жиыны. Онда біздің түзу сол нүктелердің геометриялық орны болып табылады екен. Осымен сабағымыз аяқталды.